Ішкі істер министрлігінде үздік криминалист байқауы өтті. Оған еліміздің әр өңірінде жеңімпаз атанған мамандар қатысты. Облыстық және көліктегі полиция департаментінің криминалистері министрлік базасында өз тәжірибесін сынға салды. Бұл құқық қорғау жұмысын жетілдірудің негізгі бағытының бірі. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында ең өзекті міндеттердің бірі құқық қорғау жүйесін реформалау деген. Енді реформаларды полицейлердің бүкіл жұмысымен ішінде криминалистердің кәсіби жаңа деңгейін көтермей мүмкін емес шығар. Сол себептен осындай шаралар өткізіліп жатыр бізде. Бәсекелестік арқылы мықтыларды анықтауға бағытталған шара 3 күнге созылды. Сынақ 5 кезең бойынша өтті. Бейне таныстыру арқылы қызметтен тыс қырларын таныстырды. Одан соң біліктілігіне байланысты тест тапсырып, қылмысты анықтауға күш салды. Полигонда қылмыс болған, әртүрлі қылмыс болған жерлер үлгі ретінде алынды. Менің өзіме автокөлік баллистикалық объектілері бар. Өзім ойлаймын, жан-жақты қарау жүргіздім. Барлық аяқ заттарды, заттай дәлелдемелерді жинақтадым. Керегенше қылмыстың ашылуы мен тергелуіне қажетті ақпараттарды жинадым деп ойлаймын. Әр қызметкер, ол тек қана криминалист емес, ол өз ойын білдірте білу керек. Яғни сол өз ойында, өзінің мамандығына деген, өз елінің гүлденуіне деген өз үлесін оймен жеткізе білу керек. Және де блиц сұрақтарға жауап беру. Яғни өз саламызда, өз жұмысымызды кішкене жеңілдету мақсатында біз өз тарихымызды ешқашан ұмытпауымыз керек. Яғни қайталап өзіміздің жұмысымызда қолдана білуіміз керек. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің үздік криминалисті байқауы криминалист мамандығын мәртебесін арттыруға, кәсіби қатарды дамытуға, білімі мықты қызметкерлерді анықтауға бағытталды. Криминалистика полиция қызметіндегі маңызды сала. Қылмысты ашу, зерттеу, нақты дерек беруде бұл мамандарға артылар жүк ауыр. Республикалық сайыс кезеңінде олардың жұмысымен тығыз байланысты болды. Жан-жақты талқылаудан соң комиссия мүшелері әр қайсысына жеке баға беріп, үздіктерді анықтады. Бірінші орын Түркістан облыстық полиция департаменті, екінші орын Қызылорда облысы, үшінші орын Батыс Қазақстан облысынан келген криминалистерге бұйырды. Барлық облыстардан мықты мамандар келген. Бір-бірімізге бірінші кезекте әріптес ретімізде қарадық. Өзімді жақсы жағынан көрсете алдым деп ойлаймын, жоғары деңгейде. Соның нәтижесі деп осы екінші орын иеленді. Шара барысында Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының үздік ғылыми қызметкері, үздік оқытушы, үздік криминалист курсанттар марапатталып, барша қатысушыға алғыс хаттар табысталды.